кейбір әкелер расында әрменшілік көрсетіп сабайды үйіне келді неше түрлі істейді, тапқан ақшасын бермейді. Ол біздің қазақта көп. Әр отбасының онымен тұра беріп, қаншама әйелдер қазір страдать етіп, ракпен ауырып или какой-то болезньмен ауырып, өздерін психологически жеңе алмай сдаваться етіп кеткен әйелдер де бар. Өйткені қазіргі айтып отырмын ғой, ер адамдардың психологиясы бұрынғы жоқ. Қазір бір какой-то бір басқа әлем келген ер адамдар. Ал сондықтан отбасы құндылығы, мынау қазақтың ұлттықты неге біз қайтып оралуымыз керек? Біз Европаға қуып, современный коучтардың бүкілінің жаңа ақылына еріп кеттік та, өзімізден кетіп қалдық. Ең сол ажырасу азаю үшін ата-ана құрметі, ата-ене құрметі, аға іні дегенді қайтып әкелген кезде, сол жаңағы бұрынғы ер қасиеті, еркекті сыйлау ғана емес, адамды сыйлау ата-анадан басталады. Кімді болсын, өзіңнен кейінгі үлкен кіші, әркім өз орнына келіп, және ұлттық құндылығымыз орнына келген кезде, осы қыздар біз үйімізге барған киініп анау аяқ ауыру екенімді айтып жария салғанды ғой, ұят болатын. А қазір оның бәрі мода. Значит, не модно, сол жүреді. Қазір сондықтан ажыраспау мода деп мықты семьяларды, қаншама жылды өмір сүріп келе жатқан 50-60 жыл болған кісілерді көрсетіп, сол бірге жетістікке жетіп жатқан отбасыларды көріп, соны тренд қылсақ, бір жылдың ішінде ажырасу тоқтайды. Пока біз не трендті инстаграмда көрсетеміз, сол парақша, сол арқылы біз өмір сүреміз.